әрбір нәрседен пайда табуға болады. Болады. Любой нәрседен пайда табылады. Өйткені әлем бойынша или жалпы Қазақстан бойынша мысалы қой бағып пайда тауып отқан адам бар ма жоқ па? Бар. Ешкі бағып пайда тауып отқан адам бар ма жоқ па? Бар. Бірақ қой бағып банкрот болғандар бар ма? Бар. Екеуі де бар. Дұрыс па? Ешкі бағып та банкрот болғандар бар. Мәселе неде? Мәселе біз өзіміздің осы іске деген көзқарасымызда. Одан пайда тауып отқан адам, ол табандылық танытып, ол қойы түнгі сағат 3-те төл деп жатыр да, мысалы айтайық. Ол түнде 3-те тұру керек та оған. Ақырына жетті. Например, мысалы керек па түнгі 3-те тұру, ең тәтті уақытта бару керек ол. Бүгін мынау жеммен мына жемді араластырып беру керексің сен. Араластырған кезде де бұның суын осынша мөлшерде қылу керексің. Сосын оның ішіне жүгері қосу керексің шамалы деген кезде. Ерінбей осы нәрсені істесең, одан нәтиже шығады. Ал біз не істейміз? Қолымдағы бар осы сұлы, осында ғана бере берем болды. Семірсең семір, семірмесең өзің біл деген сияқты. Оны қайда табамын деген сияқты ма? Ол қой сенің жағдайыңа қарамайды ол.